Армысыздар қымбатты көрермен, Атамекен бизнес арнасы эфирде сұхбат бағдарламасы. Өздеріңізбен бірге мен Ернар Тайжан. Бүгінгі эфиріміздің қонағы Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының басқарма төрағасының кеңесшісі Жақсыбек Күлекеев. Жақсыбек мырза, қайырлы күн. Ең әуелі өзіңізге осылай уақыт тауып бізге сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Сіздерге рахмет. Тамаша. Сонымен бүгінгі күндері жалпы 2022 жыл басталғалы, шыны керек мұнай нарығында қандайда бір аласапыран жүріп жатыр десе айтса болады. Бұған себеп жалпы әлемдік шиеленіс салдары. Енді бұл әрине біздің елімізде де экспорттаушы ел болғаннан кейін бұл бізде де айналып өткен жоқ. Оның салдарын бізде сезініп жатырмыз, экономикамызға да кері әсері тиюде. Сонымен осы аптаның бас жаңалығына көшсек, бұл КТК мәселесі. Каспий құбыр консорциумы. Өзіңіздің ойыңызша жалпы оның болашағы қандай болмақ? Енді әрине КТК-ның Қазақстанның мұнай саласында алатын орны ерекше, ол туралы өздеріңіз хабарларыңызда қайта-қайта айтып жатсыздар. Былтырғы жылғы статистикалық мәліметтерге жүгінетін болсақ, мысалы Қазақстан 67 миллионнан астам тонна мұнайды экспортқа шығарды. Соның 54 миллионға жуығы осы Каспий құбыры арқылы өтіп отыр. Сондықтан Қазақстаннан экспортқа шығатын мұнайдың 80%-ға жуығы осы құбыр арқылы Қара теңізге барып, содан дүниежүзілік нарыққа кетеді. Сондықтан әрине КТК ол біздің мұнай саласында өте ерекше орын алады. Оған дәл қазір оны алмастыратын бізде балама жол жоқ. Өйткені ол жаңа айтып отырған біздің шығаратын мұнайымыздың 80% соның үлесінде. Жалпы Қазақстанда әртүрлі бағыттарда тасымалдау мүмкіндіктері бар, бірақ олардың әлеуеті анағұрлым төмен. Бұрыннан Совет дәуірінен келе жатқан бізде Атырау-Самара құбыры бар. Оның тасымалдау қабілеті 17 миллион тоннаға жақын. Қытайға қарай жіберуге болады. Ол жердің де көлемі аса үлкен емес, но оны да пайдаланып жатырмыз. Бір кезеңдерде КТК қосылмай тұрған уақытта біз Каспий теңізі арқылы жақсы жылдары 12 миллион тоннаға дейін экспортқа шығарғанбыз. Соңғы 10 шақты жылда Каспий теңізі арқылы біз ондай объем тасымағаннан кейін оның инфрақұрылымы бірсыпыра енді әлсіреп қалды десек болады. Сондықтан қалай айтқанда да қазіргі біздің ең негізгі жаңағы тасымалдайтын инфрақұрылымымыз осы КТК. Басты үмітіміз десе де болады ғой. Иә, негізгі біздің сеніп отырған құбырымыз осы КТК. Жақсыбек аға, енді мәселен әлеуметтік желілерде болсын, жалпы қоғамның пікірін білетін болсақ, бұнда қандайда бір саясаттың рөлі бар дейді. Мәселен, диверсия деген де ұғымдар болды. Жалпы КТК-ның қаншама жылдар бойы жұмыс істей отырып, дәл қазіргі сәтте жөндеу жұмыстарына көшуіне не себеп деп ойлайсыз? Басты себеп қандай? Иә, осыдан бірнеше күн бұрын енді хабардың болған өздеріңіз білесіздер, КТК тоқтап қалыпты деп. Сол жерде өз выносной причал дейді. Үлкен танкерлерге мұнай құру үшін жағаға емес, танкерге мұнай құятын қондырымдардың барлығын теңіздің ортасына шығарады. Сөйтіп, соны ұзын шлангылармен, рукаптарменен танкерлерге құяды. Сондай 3 рукаппенен танкерге мұнай құятын. Оның 3 рукаптың екеуі тұрақты жұмыс істеп тұрады, біреуі резервте тұратын. Қазір ол жұмыс істеп тұр. Бірақ жұмыс істегенде 3 рукаптың біреуі ғана жұмыс істеп тұр, екеуі әртүрлі зардап шеккен. Сіздің көтеріп отырған мәселеңіз осыған байланысты әртүрлі алып қашпа пікірлердің болып отырғаны рас. Диверсия жасалды, қастандық жасалды, қасақана жасалды деген сияқты пікірлер айтылып жатыр. Енді оның орны жоқ секілді. Қазіргі қолда бар деректерге қарағанда, себебі бұл жердегі барлық көріністер ол адамдардың квалификациясының төмендеп кеткендігінен болып отырған секілді. Неге адамдардың ол жерде қызмет істеп жатқан квалификация төмендеді деген сұраққа келетін болсақ, онда Россия мен Украинаның арасындағы конфликті басталған кезде біздің КТК-да, Новороссийскеде өте көп шетелдің азаматтары қызмет атқаратын. Осындай қауіп, адамның өміріне қауіп төнген заманда шетелдің компанияларының барлығы өздерінің адамдарын алып кетеді. Сол жерде жұмыс істеп отырған жаңағы білгір мамандардың басым көпшілігі қайтып кеткеннен кейін, олардың орнына жұмыс істеген Россияның азаматтарының квалификациясы жетпей қалған сияқты. Ол өте күрделі қондырым, оны басқару үшін де өте жақсы квалификация керек. Содан туындаған секілді. Енді менің бұл өзімнің қазіргі жеке тұжырымдамам.
Оған енді шамалы уақыттан кейін зерттеу жұмыстарының барлығы жүргізіп болғаннан кейін мамандар өздерінің мәліметтерін толық беретін шығар. Енді қазір бүгінгі таңда білуімше жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр әлі де, бірақ бір құбыр іске қосылған. Бір құбыр зардап шекпеген, сол жұмыс істеп тұр. Жаңа айтқан енді құбыр деуге болмайды, енді шлангы дейміз, немесе рукап дейміз. Екеуі жұмыс дегенде олар сағатына 10 мың тонна мұнайды танкерге құятын. Қазір енді біреуі ғана жұмыс істеп тұрғаннан кейін, ол енді өте үлкен максимальный салмақпенен жұмыс істеп жатыр. Сондықтан ол сағатына 6 мың тонна мұнай құйып жатыр. Дегеніменен бұрынғы қуатпен салыстырғанда 4 мың тоннаға сағатына аз мұнай құйып жатыр. Сондықтан қазір сол КТК-ның сол жердегі тұрған қондырымдары 60%-ға, бұрынғы қуатының 60%-на жұмыс істеп жатыр. Оның енді әрине Қазақстанға тигізетін әсері болады. Жуық арада екінші рукапты қоспайтын болатын болса, онда біздегі мына үлкен кен орындарында мұнай өндіретін өндірісті сол 60%-ке дейін шектеуге тура келуі мүмкін. 60% бұл деген қазіргі жоғары бағалар уақытында 60% өндір болады да, 40%-ға кемітуге тура келуі мүмкін. 40% ол біздің еліміз үшін үлкен қаражат, қомақты ақша. Қазіргі әсіресе жоғары бағалар дәуірінде уақытында біздің бюджетіміз қаншама ақшадан қағылайын деп отыр. Шамамен есептейтін болсақ, бұл қанша 40% көрсеткіш деген? Енді бұлай есептеуімізге болады. Айына, ай сайын мына Новороссийскідегі КТК-ның жаңағы қондырымдары арқылы біз 5 миллионнан астам мұнай шығаратынбыз. Соның 60%-ін алатын болсақ, ол 3 миллион, сонда айына 2 миллион тоннадай мұнайды біз аз шығарайын деп отырмыз экспортқа. Енді қазіргі мұнайдың бағасы тоннасына $800 деп алатын болсаңыз, ол 800-ді 2 миллионға көбейтетін болсаңыз, 1 миллиард 200 миллион доллар қаражат кем болайын деп отыр. Енді оны 30 күнге бөлетін болсаңыз, ол 53-54 миллион доллар күніне аз қаражат біздің компаниялар алайын деп отыр. Әрине, ол өте үлкен шығын. Демек, бізде дәл қазіргі уақытта әр уақытымыз өте... Әр күн біз үшін өте қымбат. Жаңа біздің өндіріспен айналысатын компанияларымыз үшін де өте үлкен қаржының шығыны. Сондықтан әрине біздің барлығымыз сол қондырымдардың ертерек іске қосылғанын күтеміз, қалаймыз. Жақсыбек аға, түсінікті. Енді мына миллиардтаған доллар сома, зор қаражат, бұл шығынға кім жауапты деп ойлайсыз? Енді бұған біреу жауап берді деп айту өте қиын. Енді уақытша шаруа ғой енді. Сондықтан бір 10 шақты күннің ішінде бұл орнына келіп жұмыс істеп кететін болса, одан үлкен зардап бола қоймайды. Сондықтан біздің бәр сеніп отырғанымыз, осы қазіргі болған қиын жағдай, осы бір 10 шақты күннің ішінде шешіледі деп күтіп отырмыз, солай болатын шығар. Өйткені қажет қосымша материалдардың барлығы жаңағы Новороссийскіде тұр, бірақ соны алмастырудың өзіне шамалы уақыт керек. Теңізде ерекше экологиялық талаптар бар, ол жерде жөндеген уақытта мұнай төгілмеу керек, сондықтан жаңағы рукаптың шлангының ішіндегі мұнайдың барлығын алу керек. Солардың барлығы кәдімгідей күрделі қиындықтар туғызады. Соның салдарынан жаңа ремонт жұмыстары шамалы созылатыны рас. Бірақ қазіргі эксперттердің айтуына қарағанда 10 шақты күнде екінші рукап қосылу керек. Ары кеткенде 10-шы сәуір айына дейін қосылады деп жоспарлап отыр. Енді ол да алыс емес. Сондықтан бұл енді Қазақстанның экономикасына, жалпы өндірісіне өте үлкен бір зиян келтіреді деп жоспарлаудың қажеті жоқ, орнына келетін дүние. Жалпы бүгінгі таңда мұнайға қатысты жалпы ақпар көп. Желіде тарап отқан жаңалықтар легі осыған байланысты. Өзіңіз қарапайым тілмен жеткізетін болсаңыз, мұнай бағасы өскен сайын халықтың өміріне қандай өзгерістер әкеледі? Енді мұнайдың бағасының өскен сезініп отыр ма бүгінгі таңда? Сіздің ойыңыз? Енді бұған бірден жауап беру оңай емес. Себебі дүниежүзінің экономикасында барлығы бір-бірімен байланысты. Мұнайдың бағасы өсетін болса, барлық заттың бағасы өседі. Түрлі түсті металдың да бағасы өседі, астықтың да бағасы өседі. Өйткені мұнай, газ ол энергияның көзі. Энергияның көзі өсетін болатын болса, өздеріңіз білесіздер, барлық заттың бағасы өсе бастайды. Қазір дүниежүзінде сондай құбылыс
орын алып отыр. Астықтың, мына тамақтың, барлық жалпы адам тұтынатын заттардың барлығының бағалары өсе бастайды. Мұнайдың бағасы төмендесе, керісінше соның барлығы аздап арзандай бастайды, болмаса баға тұрақтайды. Қазақстанның жағдайына келетін болса, осы тұрғыдан әрине мұнайдың бағасының өскені бізге бір жағынан өте жақсы, өйткені бюджетке көбірек ақша түседі. Мұнайдың бағасы өскеннен кейін Қазақстан енді қара, одан бөлек түрлі түсті металдардың көбін экспортқа шығарады. Олардың да бағаларының барлығы өсіп жатыр. Сондықтан ол саладан да түсетін біздің бюджеттің кірісі көбейеді. Оның барлығы өте жақсы. Бірақ соларды тұтынатын өндірістердің өнімдерінің барлығы өседі. Автомобильдің бағасы өседі. Мына тұрмыста пайдаланатын техникалардың барлығының бағасы өседі. Біз өте көп затты шетелден импорттаймыз. Солардың барлығының бағасы өседі. Сондықтан енді бір-біріне ұштасып жатқан дүние, одан ешқайда қашып құтыла алмайды. Бұл жалғыз Қазақстанға тән құбылыс емес, бұл бүкіл дүниежүзіне тән құбылыс. Енді Қазақстанның жағдайында халық мұнайдың қымбаттағанын сезіп отыр ма, сезбей отыр ма деген сұраққа келетін болсақ, халық сезіп отырған жоқ оны. Себебі президенттің шешіміне байланысты 180 күннің ішінде бізде мұнай өнімдерінің, автомобиль пайдаланатын газдың бағасы өзгермейді деген шешім қабылданды. Қазір сол шешімді біз ұстап отырмыз. Мұнайдың бағасының өскеніне қарамай, біздің ішкі нарығымызда мұнай өнімдерінің барлығының бағасы тұрақты. Сондықтан бұның барлығы Қазақстанның өзінің өндіретін өнімдерінің бағасының тұрақты болуына үлкен кепіл болады. Өйткені жаңа басында айтқанымыздай, бұл энергияның көзі, ол тұрақты болатын болса, бізде көп нәрсе тұрақты болып қалады. Сондықтан өзіміздің ішкі жағдайымызға келетін болсақ, мына тікелей адамдардың тұрмысына қатысты заттар, соның ішінде мына коммуналдық өтемдер, төлемдер, олар қымбаттамайды. Өзімізден өндірілетін заттардың да бағалары негізінен тұрақты болып қалады. Бірақ шетелден келетін заттардың бағасы енді ол өседі, оған біз тосқауыл қоя алмаймыз. Мұнай бағасының өсуі демек терісті, оңды тұстары көп. Алайда жаңа өзіңіз айтпақшы, бензин бағасының шекті бағасы орнады. Бұл жаңа мемлекет басшысының жеке тапсырмасы, газдың бағасына сол сияқты. Алайда енді мына жоғары баға салдарынан бюджеттің кірісі өсіп отыр, артып отыр, және де КТК жұмысы жөнінде сіз жаңа айтып өттіңіз, 60% бүгінгі таңда біз қалған 40% ішкі нарыққа бағытталған ба сонда? Жоқ, біз профицит болмай ма? Жоқ, біз оны ішкі нарықта тұтынамаймыз. Бізде ондай мүмкіндік жоқ. Бензиннің бағасын арзандата алмаймыз? Жоқ, біз бензиннің бағасын арзандата алмаймыз. Ондай біздің алдымызда тұрған мақсат жоқ. Жаңа сіздің айтып отырғаныңыз, мына біздің ең үлкен компанияларымыз өзінің өнімінің 60%-ын ғана шығарып, 40%-ын ешқайда шығара алмайтын болса, сол ішкі нарыққа келе ме деген ұсыныс қой. Салдарынан бензинді арзандатсақ деген. Ол өте қиын нәрсе. Өйткені біздің заводтардың барлығының өзінің өңдейтін өнімдері, жаңа мұнай өнімдерінің барлығы алдын ала белгіленіп қойған, кімнің қанша қоятынының барлығы белгілі. Жаңа үлкен компаниялардың шығаратын көлемдері өте үлкен. Оны біз ішкі нарықта өңдей алмаймыз, тұтына да алмаймыз. Сондықтан өкінішке орай, егер біз жаңағы жуық арада альтернативті басқа бір маршруттар таппасақ, онда өнімді қысқартуға тура келеді. Бірақ енді ол қысқа мерзімде болатын нәрсе. Жақсыбек аға, жаңа өз сөзіңізде КТК-дағы басты мәселелердің бірі бұл мамандардың тапшылығы деп қалдыңыз. Біліктілігі жоғары мамандардың, шетелдік азаматтардың жаппай көшуі, кетуі жаңа Ресей нарығынан. Біздің елімізде мамандардың біліктілігі жайында не айтатын едіңіз? Біз көрші жатқан еліміз, біздегі шетелдік компаниялардың үлесі басым. Біздегі шетелдік азаматтардың жалпы жағдай қандай? Бізде Қазақстан енді біз конфликтке араласып отырғанымыз жоқ қой. Сондықтан біз қалай болғанда да соғыс жүріп отырған аймақтан алыста отырмыз. Сондықтан шетелдің компаниялары өздерінің кадрларын, білікті мамандарын Қазақстаннан алып кетіп отырған жоқ. Олардың барлығы Қазақстанда бұрын қалай істесе солай істеп жатыр. Сондықтан дәл қазір бізде мына болып жатқан конфликттің кадрларға тигізіп отырған бір ықпалы бар деп айтудың қажеті жоқ. Барлығы бұрынғыдай. Әзірше қорқатын, уайымдайтын ештеңе жоқ. Катар мұнайды сату үшін доллардан бас тартуы мүмкін деген ақпарат тараған болатын. Жалпы бүгінгі таңда Ресейдің өзі газ сатқан кезде рубльге көшу мәселесін қарастырып отыр. Жалпы алдағы жылдары біздің елімізде мұнайды теңгемен сату мүмкіндігі бола ма? Енді Қазақстанға экспортқа шығатын заттарды
мына резервтік жаңа твердый валюта дейміз ғой, соған сатқан тиімді Қазақстанның теңгесінің ешкімге керегі жоқ. Және біздің экономикамызға долларда, еврода, фунт стерлингте, жапондардың иенінде, Қытайдың юанында керек. Өйткені біз сол мемлекеттердің барлығымен сауда жасап отырған мемлекеттерміз, солардан технология алып келеміз. Енді Россияның жағдайына келетін болсақ, біріншіден Россия жаңа айттық қой, үлкен мемлекет. Екіншіден Россияның президенті Путин біз әзірше тек қана газды рубльге сатамыз деген ұсыныс жасап жатыр. Бірақ енді өздеріңізді қарап біліп отырсыздар, Еуропадағы барлық мемлекеттер рубльге газды сатып алуға көнбей отыр, бас тартып отыр, көнбей отыр. Оның бірнеше себебі бар. Біріншіден, олардың барлығы осы уақытқа дейін контрактыларын жасап қойған, контрактыда қандай валютамен есептесетіні көрсетіліп қойған. Ол жерде евро немесе доллар. Екіншіден, рубльге сатып алу үшін рубль табу керек қой. Үшіншіден, рубльдің бағасы күнде өзгеріп отырады. Ол контрактсыз сауда жасау мүмкін емес. Сіз жаңағы рубльге сатып алатын болсаңыз, онда сатып алатын затыңыздың бағасын қалай қоясыз? Рубль деген түске дейін бір баға, түс қайта бір бағамен тұрған нәрсе. Жалпы рубльге сатылғанның Россияның компанияларына да қажеті жоқ. Олардың мынау операционный издержки дейді, сонысы өсіп кетеді. Өйткені Россияның компаниялары да шетелден көп нәрсені алғысы келеді. Ол үшін оларға валюта керек. Сосын олардың шетелден алған көп қарыздары бар, соны жабу керек. Соның барлығы орын рет-ретіменен жүру үшін оларға валюта керек. Егер олар шығарғы, мысалы, Газпром ең үлкен экспортер да газдың. Сол газын рубльге сатты дейік. Жақсы, ол рубльді алады. Ол сосын нарықтан барып бір жерден доллар немесе евро сатып алу керек. Кез келген нәрсені сатып алатын болсаң, оның издержкісі болады. Сатып алған баға бір бағада, сатқан баға екінші баға болады. Солай емес пе? Егер ол өзі бірден жаңағы евроға немесе долларға сататын болса, өзінің счетына апарып соны салып қояды да, сол сатып алған бағаменен керек заттарын алады. Егер тек рубль алатын болатын болса, сосын нарықтан барып доллар сатып алатын болса, ол кем дегенде, ең кем дегенде 1-2% ұтылып қалады. Сондықтан кез келген компанияның жаңа операционный затраты дейміз, ол күнделікті шығындарының барлығы өсіп кетеді, одан компаниялар да ұтпайды. Енді мысалы рубльменен сауда жасау үшін кез келген жаңағы шетелдің партнерлары, олар өздерінің счетында рубль ұстап отыру керек. Оны күндегісін күнде жаратпайды ғой. Оны сатып алу керек. Ол бір аптадан кейін, 10 күннен кейін, 20 күннен кейін саудаға түсуі мүмкін, қажет болуы мүмкін. Ол екі ортада оның құны бірнеше процентке өзгеріп кетуі мүмкін. Сондықтан осындай нәрселер рубльді пайдалануды қиындатады. Теңге рубльге қарағанда одан да біз кішкентай мемлекетте оған өте сұраныс аз болады. Тағы да осы тұрғыдан айтқанда, рубль деген тек қана Россияда емес, Қазақстанда да рубль бар. Басқа мемлекеттерде де, Украинада да рубль болуы мүмкін, Молдавияда да рубль болуы мүмкін, Арменияда да, Грузияда рубль болуы мүмкін. Рубль сатып алғысы келетін болса, жаңағы, оның міндетті түрде ол Россиядан алу шарт емес. Ол Қазақстаннан рубль сатып алуы мүмкін. Кім арзан жақсы бағамен рубльді беретін болса, содан сатып алуы мүмкін. Сондықтан ол енді ары қарай кете беретін болсақ, оның проблемалары көп болады. Одан Россияның економикасы ештеңе ұтпайды. Бірақ не себепте осылай ұсыныс айтылып отырғанын да түсінуге болады. Экономикаға? Жоқ, біріншіден, жоқ, экономика емес. Біріншіден, үлкен мемлекеттердің барлығы өздерінің валюталарын мына Россиямен қарым-қатынас жасауда пайдалануды тоқтатыңдар деді. Не рубльге, не фунт стерлинг немесе евроға Россияға сауда жасауға мүмкіндік бермей отыр. Екіншіден, Россияды SWIFT-тен шығарып тастады. Сондықтан олардың басқа мемлекетпен жасайтын барлық операциясының барлығын қатаң бақылауға ұстап отырады. Бұрынғыдай жылдам жүрмейді. Қазір бізде Қазақстанның кез келген компаниясы өзінің ақшасын Америкаға да кез келген дүниесіне ауыстыра береді. Россияда қазір ондай мүмкіндік жоқ. Олар бір каналменен шығып отырады. Барлығын екі жағда, Россияда қарап отырады, ана жақта қарап отырады, екі жағда. Осының барлығы қосымша қиындықтар туғызып жатыр. Соны жеңудің бір амалы шығар деген. Бұл менімше әзірше экономикалық емес, саяси бір қалай деп айтуға болады? Ойын ба?
саяси ойын сияқты нәрсе. Геосаяси жағдайдағы біздегі бар бүгін көрініс осы. Жақсыбек аға, қытайлық пәлсапаны сөз етсек, кез келген дағдарыс бұл мүмкіндіктерге жол ашады. Бүгінгі уақыт қандай мүмкіндіктерге жол ашып отыр? Енді жаңа басында айттық қой, Россияға қарсы санкция басталғаннан кейін Россияның экономикасының көп саласы тығырыққа тіреліп қалады. Санкция деген ол жуық арада жойылмайды, ол ондаған жылдарға кетеді. Соны сезген Россияның көп азаматтары, мысалы іскер азаматтары, басқа жақтан қазір өздерінің ісін, бизнесін жүргізетін мүмкіндіктерді қарастырып жатыр. Әрине, Россияға ең жақын орналасқан мемлекет болғаннан кейін олардың көбі Қазақстанға келіп, мысалы бизнес жасағысы келеді. Россиядан озық ойлы, білімі жоғары, квалификациясы жоғары азаматтар басқа жаққа барып жұмыс істегісі келеді. Соның ішінде IT саласының мамандары, басқа саланың мамандары, жақсы врачтар, басқалар басқа мемлекеттен қазір жылы орын іздеуге кірісіп жатыр. Сол азаматтар келетін болса, олардың да Қазақстанның экономикасына қосатын үлесі болады. Сосын бұрын енді Россия біздің ең негізгі сауда-саттық жасайтын партнеріміз. Біздің шетелмен қарым-қатынасымыздың, сауда-экономикалық қатынасымыздың жартысына жуығы осы Россияның үлесіне келетін. Енді Россиядан көп зат әкелу қиындап кетеді, өйткені өндірістің көбісі тоқтап жатыр. Бірақ қалып болғаннан кейін Қазақстанда да, Россияда да тұтынатын адамдар азайып жатқан жоқ қой. Сондықтан қазір Қазақстанда бұрын сырттан Россиядан әкеліп жүрген өнімдерді шығаратын мүмкіндіктер пайда болады. Кейбір нәрсені біз мүмкін Россияға экспортқа шығаратын болармыз. Сондықтан осындай мүмкіндіктерді біздің азаматтардың дұрыс пайдаланғаны жақсы. Мына соғыс басталғаннан кейін 2-3 күннен кейін Россияның 4-5 заводы Өзбекстанға барып ашылатын болып, сондай шешім қабылдады. Алғашқы күндерінде, одан кейін қанша ондай ұсыныс болып жатқанын білмеймін. Енді әрине ол Өзбекстан үшін дұрыс болуы мүмкін, бірақ Өзбекстанның әлеуетімен салыстырғанда Қазақстанның әлеуеті географиялық жағдайы анағұрлым жоғары. Сондықтан бізге де осы жағдайды пайдаланып көп өндірісті ашуға, көп жаңа бизнесті ашуға мүмкіндіктер ашылатын сияқты, соны іскер азаматтар дұрыс пайдалану керек. Түсінікті. Жақсыбек мырза, өзіңізге осындай тұшымды пікірлеріңізге алғыс білдіреміз. Шыны керек, өзіңіз айтпақшы, елімізде мүмкіндіктер көп, бастысы сол мүмкіндіктерді қалт жібермеуіміз керек. Қымбатты көрермен, сұхбат бағдарламасы бізбен бірге қонақта болған Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының басқарма төрағасының кеңесшісі Жақсыбек Құлекеев мырза, біз әлемде болып жатқан геосаяси жағдайға шолу жасап, еліміздегі мұнай-газ саласының қазіргі жағдайына баға бердік. Ал біз сіздермен әзірге келесі эфирге дейін қоштасамыз. Амандықта жүздескенше.